Салем, с вами Алия, и это канал Анатля для тех, кто хочет выучить казахский язык. Слушайте легкий текст, тренируйте свой слух и восприятие казахского языка. Давайте начнем. Бүгін аспан шайдай ашық. Жаз жаңа басталды. Қыс жазды армандаумен, жаз қысты армандаумен өтетін секілді. Таң атар атпастан күн ыстық. Күн ертерек ататындықтан ерте тұру жеңіл. Қыста таңмен тұру қиын, өйткені таң атса да күн кеш шығады. Оны әсіресе мектепке, бала бақшаға және жұмысқа баратын адамдар түсінеді. Адамдар қысты не жазды жақсы көретін болып, екіге бөлінеді. Мен қысты жақсы көретін адамдар қатарындамын. Негізі жазды жақсы көретін адам көбірек. Жаз демалыспен байланысты болғасын, адамдар оны көбірек жақсы көреді. Қыс салқынды еске түсіреді. Ал салқынды кез келген адам жақсы көре бермейді. Кішкентай балалар көбінесе өзінің туған кезіндегі мезгілді жақсы көреді. Ал кейбір үлкен адамдар қандай мезгіл ұнататыны туралы мүлдем ойланбайды. Табиғат мезгілінің жаманы жоқ демекші, барлық мезгіл керемет. Әр мезгілдің адамға ұнайтын және ұнамайтын жақтары бар. Біреу жаңбыр жақсы көрсе, біреу жаратпайды. Екіншісі қарды жақсы көрсе, досы тоңғақ. Сондықтан да бар мезгілден ләззат алған дұрыс. Әр мезгілдің өз уақыты, өз қызығы бар. Олардың біреуі болмай қалса, әлем өз кезегімен жүре алмас еді. Барлық мезгілді тең көріп, өз сүйікті мезгілінде асыға күтуге не жетсін. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам было полезно. Если было полезно, поставьте лайки, подписывайтесь и пишите в комментариях, какое видео снять в следующий раз.